Дональд Трамп, американдық кәсіпкер, миллиардер, ақш-тың 45-ші президенті. Трамп республикалық партияның мүшесі, ол 2017-2021 жылдары ақш-тың 45-ші президенті атанды. Дональд 1946 жылы 14 маусымда ақш-тың Куинс деген жерінде дүниеге келген. Дональдтың анасы шотландиялық Мэри Маклауд, ал әкесі неміс иммигрантының ұлы Фред Трамп. 25 жасында Фред Трамптың өзіндік құрылыс компаниясы болған. Дональд отбасындағы 4-ші бала, мінезі қатал болғандықтан, ата-анасы да, мектеп мұғалімдері де оның тәртібіне алаңдаған. Мінезін дұрыстау үшін 13 жасында әкесі оны Нью-Йорк әскери академиясына оқуға берген. «1964 жылы Трамп құрылыс саласында жұмыс істеуді ұйғарып, Пенсильвания университетінің Уортон бизнес мектебіне түскен. Өзінің алғашқы жұмысын әкесінің құрылыс компаниясында болған. Трамп ақш мисі байқауының құқығына ие. 1996 жылдан 2015 жылға дейін Мисс Юниверс құқығына да ие болған. Трамп ұзақ уақыт бойы шаш үлгісін өзгертпеген. Ол шашын қымбат емес сусабынмен жуады және фенді пайдаланбайды. «Один дома» 2 фильмде ол өзін-өзі сомдаған. Бұл кадр Трампқа тиесілі қонақ үйде түсірілген. Дональд Трамп темекі шекпейді және алкоголь ішпейді, себебі ағасы Фред ішімдікке тәуелді болып, ерте өмірден озған. Трамп 27-ге келгенде 14 000 пәтерге ие болған. Дональдтың сүйікті автомобиль маркасы Cadillac, тіпті 1980 жылдардың соңына қарай Cadillac компаниясы арнайы Trump Golden Series лимузинін жасап шығарған. Трамп қаржы мәселесі бойынша Майк Тайсонға консультациялық қызметтер көрсеткен. Трамп гольфқа қызығады. Бүкіл әлем бойынша гольф клубтар желісінің иесі. Дональд микробтардан қорқады, сол себепті қол алысқанды жек көреді. Трамп өз ғимараттарын өзінің фамилиясымен атайды. Мысалы, Trump World Tower, Trump Tower, Trump Park Avenue. Trump World Tower Trump корпорациясы соққан әлемдегі ең биік тұрғын үй ғимараты болып табылады. Дональд Трамп 70 жасында ақш-тың ең кәрі президенті атанды. Трамп заңсыз иммигранттар легін тоқтату үшін ақш пен Мексика шекарасына қабырға тұрғызған. Дональд Трамп 3 рет үйленген. Бірінші әйелі Ивана Зеленшковадан 3 баласы бар. Дональд Джуниор, Иванка және Эрик. Екінші әйелі Марла Мейплздан Тиффани деген қызы туылған. Үшінші әйелі Мелания Кнаустан Бэрон деген ұлы бар. Олар 2005 жылы үйленген. Мелания Трамптан 24 жасқа кіші. Мелания мен үйлену тойына $45 миллион кеткен. Трамп «Как стать богатым» секілді бірнеше кітаптардың авторы. Дональд Трамп 14 маусым бойы кандидат реалити шоуының жүргізушісі және атқарушы продюсері болған. Ол президент болғанға дейін мемлекеттік және әскери қызметтерде болмаған алғашқы президент болды. Сондай-ақ ол президент атанған ең бай адам болды. 2020 жылғы президенттік сайлауда Трамп демократ Джозеф Байденнен жеңілді.
1985 жылы Дональд Трамп 5 миллион долларға Мар-а-Лаго мекен-жайын сатып алды. Онда 118 бөлме, 27 қызметшілер бөлмесі, кинотеатр бар. Сондай-ақ Мар-а-Лагода теннис корты, бассейн және гольф алаңы бар. Трамп мұнда отбасымен, достары және әріптестермен уақыт өткізгенді жақсы көреді. Дональд реслингті жақсы көреді. Бұрындары ол реслинг шоуларды жүргізген. Ол казино желілерінің иесі, алайда өзі құмар ойындарын ойнамайды. 1999 жылы Трамп ақш-тың барлық бай адамдарына бір реттік салық төлеуді ұсынған. Оның есебі бойынша, бұл салық ақш-тың барлық мемлекеттік қарыздарын төлеуге жететін еді.
Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.